Ал кезектен тыс президент сайлауын 10 халықаралық ұйым мен 35 шет мемлекеттен келген байқаушылар мен журналистер бақылады. Шетелдік әріптесіміздің саяси дода туралы пікірін тыңдайық. Мен байқаған қызықтарға тоқталсам, 4-5 жас шамасындағы кішкентай балалардың ата-аналарымен келіп, бюллетенді жәшікке мен салам деп таласқандары. Олардың қуаныштан жымиып қараған көздері ерекше әсер қалдырды. Одан бөлек Астананың суығына, жердегі қалың қарға қарамай, дауыс беру құқығын пайдалану үшін келген қарттар есімде қалды. Айтпақшы, қалада сауалнама жинап едім, жастардың өз таңдаулары, жеке пікірлері барын байқадым. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.